Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сіздермен Үмит Абдыманапқызы. Так, бірінші светімізді дұрыстап алайық. Нормально тұр деп ойлаймын. Так, бүгін баламызбен шығатын болдық. Көптен бері шықпаппын, сол себепті сіздерге толықтай жақсы, барынша осы күнге дейін қаншама менде өзгерістер болды, eBay'да өзгерістер болды, сол жайында бөліскім келіп отыр барлықтарыңызға. Мен білесіздер, как и есть, қалай бар солай айтамын әрқашанда. И Алланың қалауымен сіздерге квантовый скачок, нақты eBay'дағы менің осы күнге дейін жетістігім, және де eBay'дағы көп нәрселерді білмейтін заттарымыз көп екен. Мен жақында ғана 4 миллион теңгеге тағы да білім алдым. И ол жерде eBay'дің мифтарын бөлден басқа көз қарастырымызды өзгерте алатындай, арзан товарлармен де қымбат көп ақша табуға, арзан товарларды, например, 3000 теңге мынау товарды, OLX-та 3000 теңгеге алып, оны сіз eBay'да 40-30 долларға сатып, солай да сатсаңыз болады. Біз ойлайтынбыз, eBay'да мүлдем арзан заттар сату. Неге арзан заттар сатылмасқа? Біз білмейміз да, жолын просто қымбатқа ғана, көп ақшаға әрекет жасаймыз. Сол себепті нақты eBay'да арзан товарлармен, ол да маркетплейс, ол артық заты жоқ. Тура солай, ол маркетплейсте де жақсы күнделікті 20-30 товар сатуға болады. Солардың барлығын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен Үмит Абдыманапқызы. Көптен бері шықпай қойдым, түрімді бір түрлі болып тұрма. Сіздерді прям сезініп тұрмын, көріп тұрмын. Алланың қалауымен, иншаллах, қалай айтсам екен, жазылып жатыр деп ойлаймын. Квантовый скачок жасағандарымыздың көбісі өзгерді, көп заттарды болды, өзімде нәтижесі шыққан, көптен бері айтып жүрген, неше уақыттан бері жасап жүрген скачоктардың барлығын сіздермен бөлісейін деп жатырмын, Алла қаласа. И және де eBay'дағы жаңа алған білімімізді мифтармен сіздермен бөлісетін боламын. Енді осы еңбектерге кішігірім сіздерден де бір плюс маған деген көмек болсын. Әрине, мені eBay'да не то что, в общем, социальный сет дейікші, YouTube, Instagram, TikTok, например, сол жақтың ішінде де хейттар бар. Мен 100% періштемін деп айта алмаймын. Біздің де обучениеде қандайдар минустар болуы мүмкін. Немесе біліп-білместерді көңілдеріңіз ауыртып қоятын бір сөздер айтып қойған болуы мүмкін. И YouTube-ты жүргізу, ол менің таңдауым, ешкім мені міндетті емес, мені көруге деген сияқты. И бұны мен өзімнің қалауым үшін, мен осы нәрсені маған ұнайды, ақпарат берген ұнайды. Себебі мен де біреуден оқып жатырмын. Яғни біреу оқытпаса, біреу үйретпесе, біз оны біле алмаймыз. Ол адам 6 жылдан бері жұмыс жасайды екен eBay'да. Сол себепті қалай банға кетпей долгосрочно жұмыс жасауға болады. Соның барынша барлық білімін алу үшін тағы да ақша төлеп білім алып жатырмын Алланың қалауымен. И мен eBay'да енді бастап жатқан кезде де осындай видео түсірген болатынмын, енді бастап жатырмын деген сияқты. Сол себепті eBay'да арзан товардармен көп ақша тапқыларыңыз келетін болса, бірден айтып қойын, жаңа потокқа осындай біз қосымша, яғни менімен бірге ілесіп кетуге айтып жатырмын. Одан кейін оның ішінде алып жатқан ақпараттармен бөлісетін боламын. Көп сөйлеп жүрсем кешірім сұраймын, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Шын жүректен жетістіктермен бөлісетін Алла қаласа. Қобалжып тұрмын, көптен бері шықпағанға ма, или көп нәрсе өзгерді. Менде ішкі состояниемді қағбаға Алланың қалауымен отбасымызбен, жолдасым, балам, үшеуміз барып келдік, қажы атандық, альхамдулиллах, Алла тағала үйіне шақырды деген сияқты. Қалай болды ол жайында толық сіздермен бөлісетін боламын. Сол себепті кішігірім еңбегімізді бағалап, подписка болып, парақшаға тіркеліп, және де өзіңіздің комментарийіңіз, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер екен. Ал онда біз бастайық. Кеттік. Так, бүгін мен сіздерге арнайы жазып қойдым, не айтамын, не қоямын, планмен нақты мені жазып дайындап келдім. Сол себепті сіздермен барынша пайдалы болғым келіп отыр. Барынша. Яғни бүгін айт күнінде мені жасап түсіріп отырмын. Аман есен Алланың қалауымен келесі оразаға аман есен жете берейік. Сол себепті бір
әдемі қорытынды ақпарат болсын деп түсіріп жатқан жерім. Так, кеттік. eBay'дің мифтары мынандай: высокая активность. Высокая активность деген негізінде на самом деле жоқ. Білесіздер ма? Жоқ. Высокая активность eBay'де жоқ екен, оказывается. Оны біз өзіміз осындай высокая активность содан болды. Мен ойлағам ғой, 14 товар сатып жердім, содан мен аккаунтым банға кетті. Ол көп товар сатқаннан емес. Ол банға кету үшін басынан бастап, сіз тіркелгеннен бастап, код сізге eBayға тіркелген жеріңізден бастап, eBayдағы даже тіркеген сіздің поштаңыздан бастап жиналған әрбір ақпаратыңыз жиналып, соңында сізді кез келген сәтте eBay бақылап отырып банға жібереді екен. И және де одан кейін IP адрес. Біз IP адрес жайлы не то, что мен өзім программист, даже мен негізі өзім информатика саласы бойынша ғой, өзімнің алған білімім колледждегі. Соның өзінде де біз IP адресті бұл дәрежеде білмейді екенбіз да. И IP адрес, яғни ойлаңыздаршы, сіз мен Стамбулда болдым ғой. Өшіп қалатыр ғой. Мен Стамбулда болдым ғой. Стамбулда болған кезде, мен YouTube'қа кірген кезде, о жақтан түркше рекламалар шығады. Түркше бір жаққа ebay.com деп кіретін болсам, ebay.com деп кіремей, ebay.tele деп немен кіремін де, түркпен кіремін да, турецкиймен. И Қазақстан келсең kz-пен кіреміз. Неге біз Қазақстан тұрғанда kz-пен кіреміз, неге бірден .com-ға кіріп кетпейміз деген сияқты көп нәрселердің жауабымен біздің IP адрес шығады екен. Сол IP адрестің дұрыс болмауының немесе дұрыс болуының арқасында деп айтайық па, қалай айтсам екен, соны дұрыс жасамасақ, біздің аккаунтымыз банға кетеді екен. Соның барлығын бөлісіп айтатын боламын. Енді высокая активность деген басынан сіз тіркелген кезде сіз поштаңыздың өзін дұрыстап, қай жерден кіретініңізді біліп алыңыз. Бірінші шешімі, қай жақтан кіретініңізді шешіп алыңыз алдымен. Одан кейін барып eBayға тіркелгеннен кейін сіз сол қай Wi-Fi мен кірдіңіз, сомен жұмыс жасай беріңіз. Басқа жақтан ашпаңыз. Каждый әрекетіңізді eBay сақтап отырады. Неге? Себебі eBayда hold бар. Hold деген удержание. Бұны өздеріңіз жазып қойыңыздар, себебі бұл қосымша ақпарат, новый ақпарат. 4 миллионның ақпараты. Hold деген удержание. Ол жерде сіздің ақшамыз неге бізде ұсталып қалады? eBayда басында товар саттық, товар сатқаныңыздан кейін ол определенный уақыт товарды клиентке жетпейінше сіздің ақшаңыз түспейді. Удержаниеда тұрады ортада. Неге олай тұрады? Негізінде сол жайында, ол холдтан шығару үшін сіз аккаунтыңызда дұрыс жүргізу керексіз. Листингті де даже сіз прогревіңіздің барлық әрекетіңізді, яғни былайша айтқан кезде eBayға тіркелдіңіз, сіз әлі eBayға тіркелген адам емессіз деген сөз ғой. eBayға тіркелген сәттен бастап ол сізді холдқа жібереді. Например, мына не дейді, қалай айтсам екен, бөлек бөлмеге кірісіп қояды деген сияқты ғой. И бөлек бөлмеде сіздің каждый әрекетіңізді камера ретінде қарап отырады деген сияқты. И IP адрес деген ол сіздің атыңыз. Например, мен Умида Абдыманапқызымын, сіз мені Умида деп танисыз. Тура солай IP адресіңіз кім, қандай жазылды, 02 деп жазылды, 2 бір нәрсе. В общем, Mac OXI, например, MacBookпен кіріп жатыр ме, қазір Mac OXI ма, Windowspен ба, или Androidпен ба, или iPhoneмен кіріп жатса, соның барлығы сіздің атыңыз. Егер сіз атыңызды өзгерте беретін болсаңыз, IP адресті өзгертудің да ішіндегі браузерлармен кірудің да, Safariмен кірудің каждыйын сізде камера ретінде қарап отыр деген сөз. Енді қараңыз, енді ол жақтан шығу үшін сізге уақыт қояды. 90 күн басында сіз тіркелгеннен бастап 90 күн дұрыс басынан бірінші қағидасы дұрыс тіркеліп, дұрыс прогрев жасап, дұрыс листинг толтыратын болсаңыз, IP адресті, екінші IP адресті никогда өзгертпейтін болсаңыз, никогда IP адресіңізге берік болатын болсаңыз, например, аккаунтты көбейтуге де болады, оны келесі дальнейшем айтатын боламын. Яғни солай, үшінші товарды дұрыс, кез келген товарды дұрыс жіберіп, және де возврат болған жағдайда дұрыс возврат жасап алсаңыз, аккаунтыңыз долгосрочно. Яғни 1 жыл емес, 1 ай емес, 2 ай емес, аккаунтыңыз банға кетпей, до конца жұмыс жасаңыздар болады. Яғни мен қазір алған наставникімді, ол басқа Али деген адам, өзі бар болған 21 жаста, қараңыздаршы, 6 жылдан бері жұмыс жасайды екен. 10 класстан бастап eBayда жұмыс жасайды екен. Ол Америкадағы адамдармен де сөйлесіп барып өзі. Енді білім ғой, соның арқасында жасап жатыр екен. И сол адамның білімін
біз алып отырмыз да. Яғни мен эксперт ретінде экспертті тағы да жасау үшін былайша Қазақстан нарығында бәрі eBayда қымбат товар сататын, қымбат тек қана премиум сататын жер, ол жерде осындай оригиналдарды бұғып сататын деген миф қалыптасты да көп адамда. Мен оны мойындаймын, себебі мен бұрын алған сабақтарымда да сондай болған. Сол себепті оның барын мифтарын жоя алатындай, Қазақстан нарығына өзгерте алатындай білім, өзгерте алатындай ақпарат, солай арзан товарларды, реплика товарларды даже сумка сатуға болмайды, сағат сатуға болмайды деген ол да өтірік. Яғни дұрыс басынан бастап дұрыс жасайтын болсаңыз, кез келген нәрсені сата аласыз деген сөз. Ол маркетплейс қой, себебі маркетплейстерде кез келген нәрсе, например, Каспийде сіз сумка сатуға запрет деген нәрсе жоқ. Тура солай, ол Каспий біздің кәдімгі үйреншікті маркетплейс болғандай, олар eBayда да маркетплейс. Яғни дұрыс кіретін болсаңыз, ол жерде міндетті түрде арзан товарларды сата аласыз деген сөз. Так, одан кейінгі высокая активность айттық. Банның алдын алу үшін айттым. Банның алдын алу үшін ең басты қағида ол IP адрес. Бағана аты жөніңіз. Былайша айтқан кезде мен есімімді біресе Умида, біресе тағы басқа, біресе мынаумен деп шығатын болсам, сен өзі кімсің, Умидасың ба или басқа біреусің ба деген сіздерде сұрақ туындайды. Турасында eBayда да солай. Егер де сіз аккаунтыңызды көбейтпекші болып, өз атыңызда тағы басқа аккаунт болатын болса, IP адресті дұрыс шатасып кететін болсаңыз, екі аккаунтыңызға да, жүріп тұрған аккаунтыңызға да банк кетеді. Сол себепті екі аккаунт жүргізуге болады. Қараңыздаршы, миф тағы да. eBayда бір ғана аккаунт бір адамға деген нәрсе жоқ. Сіз екінші аккаунтты аша аласыз, бірақ жолыменен, дұрыс жолыменен, дұрыс IP адреспен, дұрыс направлениемен. Солай eBayда, егер де eBay сізді екі аккаунтыңызды связаны екеуін біліп қоятын болса, екеуін де банкқа жіберуі мүмкін. Сол себепті абайлап істейтін болсаңыздар, бір адамның атынан неше аккаунт ашуға болады. Яғни ол біздің Али мырзаның өзінде 6 аккаунт бар екен өз атында. Яғни және де ол Народныйдан 4 аккаунт бар, Жусанда Жусан тіркеп қойған, Каспий, яғни оның жолдары бар көбейтетін. Сол себепті оған уайымдамаңыздар. Егер аккаунттарыңыз банкқа кеткен болса, банкқа кеткен аккаунттарыңызға уайымдамаңыздар, қайтадан ашуға, қайтадан жасауға мүмкіншілік бар. Міне қойып қояйын, или білмеймін, бір жерге қойып қоямын. Мен өз атымда тағы да аккаунт аштым, үшінші аккаунт аштым. Поэтому можно пленерден өтуге болады. Так, одан кейінгі менде айтатын үш жолын айтып қойдым. Енді менің eBayдағы жаңалықтарым осы. Тағы да ары қарай жалғастыратын боламын. Негізі eBayда жұмыс жасау оңай. Қорықпаңыздар. Жұмыс жасау оңай, табыс табуға болады. Бірақ бұл бизнес. Егер нөлден бастап, ешқандай ақшасыз бастауға болады деп көріп жүрген болсаңыздар, ешқандай ақша кетпейді деп жүрген болсаңыздар, извини меня, это өтірік. Себебі кез келген бизнесқа оборотқа ақша керек. Кез келген жұмысқа, кез келген нәрсені ойласа, даже реклама жіберу үшін де сізге, таргетолог болып реклама жіберу үшін де сізге бастапқы өзіңізді, мен таргетологпын деп реклама жіберу үшін де сізге қалтаңызда ең болмағанда бастапқы, яғни бір күнге $5 қоятын болсаңыз, 2,5-3 мың теңге керек деген сөз. Яғни былайша айтқан кезде. Сол себепті eBayға да кез келген бизнесқа сізде ақша болу керек. Курстан бөлек. Енді курс жағында айтатын болсам, біздің курсымыздың нәтижелері альхамдулиллах осындай отзывтарымыздың барлығы міне біз $2,000, $3,000, $1,000 басында бастаған құртпен бастадым, көрген болсаңыздар бұрынғы видеоларымда. Яғни солай қазір осындай нәтижелерге жетіп отырмыз. Альхамдулиллах, оның барлығы әрекет. Мен емес ол. Мен нәтиже бермеймін, Алла тағала береді. Мен емес істеп жатқан, сіздің әрекетіңіз, сіздің ниетіңіз, сіздің ішкі состояниеңіз, сіздің квантовый скачогыңыз, сіздің ойларыңыздың арқасында осындай нәтижелер болып отыр. Поэтому нәтиже Алла тағаладан. Біздің курсымызда әрине 100% деп айтпайын, 100%-тің 10 адамның 7-сі, былайша айтқан кезде 10 адамның 7-сі табысқа шығып жатыр, оның 3-і немесе 6-ы деуіміз мүмкін. Солай бар. Себебі ол состояние болуы мүмкін. Мен де 100% осындай деп айта алмаймын. Шындықты айтамын әрқашанда. Мен ұнамасам, мен сізге ұнауға міндетті емеспін. Және де сізге де оны айтқым келгені, себебі біреу сізге ұнамаса, немесе біреу сізге бір түрлі айтып жатса, сіз оған ақталудың қажеті жоқ. Себебі сіз Алланың алдында ақталсаңыз болғаны. Осы жайында мен осы жерге қойып қояйыншы. Барлықтарыңызға шын жүректен
шын жүректен осы көріп отқан болсаңыздар, сезіп отқан болсаңыздар, енді әрине көз алдамайды, алла сіздерді де шақырсын деген ниетпен түсіріп жатырмын. Мен умраға барып келдік, альхамдулиллах. Стамбулға көшеміз деген болатын, Стамбулға көшіп сол жақта тұрмақшы болдық. Тұрдық, жасадық, өмір сүріп жаттық, бірақ та что-то не хватает деген сияқты тағы да болды душада. И бір сәтте оны таң намаздан кейін ойланып отырамын да. И рамазан уақыты, ораза уақыты. И мен умраға барғым келді, реклама шыға береді да неден, инстаграмнан. Таңертең таң намаз бәрі ұйықтап жатады, балам, күйеуім деген сияқты. И сол мен қараймын, и сонда күнде көріп, и шешім қабылдаймын, алла тағала шақырып жатыр деген сияқты. И мен оны аламын да, мойындайыншы, бір көп видео болып кетпесін енді. Сонда да мен билет алып қоямын, альхамдулилlah, сол жақтан таныстар табамыз. В общем, вау, күшті. Инстаграмға айтып жатырмын, мен умраға кетіп жатырмын, осындай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп, и солай боламын да. И қараңыздаршы, Алланың қаншалықты бізге кез келген нәрсенің плюсы бар, кез келген нәрсенің бізге беретін зат, беретін сабағы бар деген сияқты. Жүрегім, ішкі состоянием дайын болмаған ғой. Күйеуімді, мен қайдан барамын деген сияқты, мен билет алып онда кеттік деген сияқты. И сөйтеміз де баратын боламын. Инстаграм бәрін айтып қоямын, мен кетіп баратым деп та. 15-ші еді ма, білмеймін, қысқасы сол өтті. Кейін кетіп баратырмын. Стамбулда өте үлкен аэропорттар, біздің Қазақстанның аэропорты, ол түк болмай қалады, өте кішкентай. Ол жақта өте үлкен, Стамбулдың жаңа аэропорты, өте үлкен, дата үлкен. Рейсіміз таба алмай, кейін бағам күшті едім, өйтіп кетіп бүйтіп кетіп баратырмын. Былайша айтқан кезде халыққа, былайша айтқан кезде инстаграмға өтіріктен, вот осындай деген сияқты мойындай, например, көрсеткім келген ба, мен уже ішіме сіңіп кеткен ба, ол нәрсе постоянно сторис жүргізуге. И солай мен барам, алла тағала мен көз алдыма көрсетпейді ғой рейсті. Солай қалып қоямыз ғой самолеттан, прикиньте. Қанша ақшаға сатып. И мен ол жақта шын айтайын, $1000-ға дейін ақша кетті да. Үшеуміз ғой, жолдасым, күйеуім, мен деген сияқты. И жылап жатырмын да, ойбай деп, балам ештеңе көреді, дың еді, самолет ұшып кетті, 15 минут бұрын ұшып кетті дейді. Жылап жатырмын, таудық кейін бір уақытта рейсімізді. Сөйтіп жылап, сөйтіп келген кезде, и мен үйге қайтасың енді, күйеуіме қой болды, жылағанда не істейді, мені не істеу айтып жатыр, мен думка прям миым тоқтап қалған ғой. Енді ол жерде менің бірінші ойым, қараңыздаршы, мен инстаграмға былай болған ғой, мойындау керек та, мен енді инстаграмға не деп айтамын, мен барамай қалдым, енді қайтем деген ой болған ғой сол моментте да. И мен неге болмай қалды, алла тағала шақырды, мен алла шақырып, алла өзі қабылдамаса үйіне бара алмайды екенсіз, ол мен мойындадым. Кейін жылап кеп жатырық. В общем, құлағыма ештеңе кірмейді. Ауыз бекіту керек, таңертеңге жылап жатырмын. Күйеуім қой дейді. Мен сонда шақырмады ма, бара алмадым ба, жылап жатырмын да. Енді болды ғой, ұшып кетті ғой, не істейсің енді деп күйеуім айтып жатыр. Балам, мен түн жарымда 10:45 еді самолетіміз. В общем, келгенше бір болды ғой тағы да үйге, Стамбулдың өзіміздің Фатих районға. Фатих па, қандай еді, көп капы, то есть. Сөйтіп келдік. Жылап жатырмын. Содан кейін таң намазына тұрам, таң намаздан алды, тахаджуд намазына тұрам да, балам, жолдасым ұйықтап жатыр. Жоқ, таң намазына емес екен, ауыз жабатын уақыт болады екен. Ауыз жабатын кезде келді, күйеуім айтады, ауыз жауып алайық дейді. Мен су ішем, ештеңке тамағымнан өтпейді, су ішем да ауыз жаба салам. Сөйтіп уже бір уақытта сол сәрестен кейін таң намазын оқып отырған кезде оған жоқ та, білмеймін, бір нәрсе болды, состояние ештеңке тыңдамай жатырмын. Одан кейін сол сағат 6-7-лерде тұрамда кешірім сұраймын Алладан, күн шыққаннан күн намазын оқып жатамын, и истихара сүресін оқып жылап тұрып сұраймын ғой, Алла тағала, сен маған бір нәрсе түсіндірейін деп жатсың, маған айтшы, мен қай жерде қателестім, мен қазір енді инстаграм көрсете алмаймын деп жылап отырмын ба. И в общем, сондай отырмын да, енді Алла өзін көрсет деп шын жүректен дұға тілеп отырмын. Сол кезде мен ішкі жүрегімнен Алла тағала сездірді деп ойлаймын. Солай айтты. Маған өзімнен сұрақ келді да, сен маған келмегеніңе жылап отырсың ба, әлде кеткен ақшаңа жылап отырсың ба, әлде инстаграмға мақтана алмай қалғаныңа отырсың ба жылап деген ой келді да. Кейін көзімді ашамын, кейін қарап отырмын жан жақты. И
мойындап, и сол кезде менің жүрегім әлі дайын емес екен да Алла тағалаға баруға. Сондай енді ана бүкіл жақтан қарап кетемін ғой. Кімге қарыз бергенмін, например, қарыз берген адамдар мүмкін, тағы да басқа, енді ойлағам ғой, жетеді одан басқа тағы наша. Ихрам халіне түсу керек деген ұстаз айтты, біз заранее сол жақта. Ихрам халі деген түк жоқ. Сізде бұл әлемде ештеңке жоқ. Ақшаңыз да жоқ. В общем, денеңіз де сіздікі емес, балаңыз да сіздікі емес, күйеуіңіз де ешкім байлап берген. В общем, бұл әлемнің бүкіл денеңіз, көзіңіз сіздікі емес, Алланікі да. И ихрам халі, бұл дүниеде түкің жоқ, бір ғана Алла бар. Аллаға жүрегімен бару керексің деген сияқты. Сонда ихрам халі деген сол екен. И солай ихрам халіне түсем ғой. Бүкіл барлық ақшамды жинаймын, да. И өзі $1000 тағы да сол ертесі күнге билет болып қалады. Сол күні, например, таң намазын оқыдан кешкісін, сол күні кешкісін сағат 10-да тоже болады, сол 10-ға келем ғой. 10-ға алам, о тоже қымбат. И бірақ аламда, кейін күйеуім тұрғызым, күйеуім осындай мен алдым. Шын кешірім сұрап жатырмын, мен ешкімге не істемеймін, Аллаға ғана барғым келіп тұр, жүрегім соны қалап тұр деп. Кейін күйеуімге айтамын, ар жаққа барған кезде бұл мына ақшалар, давайте басқа, ол өзінің ақшаларын жолдастарынан әйтеуір алады әйтеуір. Сөйтіп қысқасы солай бардық. Міне көріп тұрғандарыңыздар, алхамдулилля, осы жаққа қойып қоямын, егер монтаждап дұрыстай алсам. Менің басқа видеоларымды көрсеңіз, Инстаграмға кірсеңіздер де болады. Тура солай Алла тағала шынымен сізді қаламаса, Алла тағала шақырмаса, қанша жерден ақшаңыз болса да, қанша жерден мен барамын десеңіз де бара алмай қалады екенсіз. Тура солай бардық, келдік, ешкімге ештеңке деген жоқпын. Одан кейін барғаннан кейін, бәрі жақсы болғаннан кейін осы нәрсені түсіндім. Сіздің қазір состояниеңіз, сізде қандай да бір жағдай не болса да, оның барлығы Алла тағаланың қалауымен болып жатыр. Нәтиже болса да, болмаса да, оның хайыры бар. Кез келген нәрсенің хайыры бар. Соны айтайын деген едім сіздерге негізінде. Солай Алланың қалауымен қажы атандық. Сіздерге де шын жүректен жұғысты болсын, баруларыңызды Алла шақырсын үйіне деген ниетпен түсіріп жатқан ғой. Енді өзімнің состояниемді айтып болдым сіздерге. Көп уақыт болып кетті, 22 минутте. Жарайды, онда жалғастырайын, 10 минут тағы да уақыттарыңызды алдым. Так, енді одан кейінгі менде айтатын квантовый скачок жайлы көп сұрақтар көп кетті. Квантовый скачок не? Квантовый жасап жатсыз? Шын жүректен мен айтайын, квантовый скачок жасап жүргеніме негізі 4 жыл болды уже. Скачокқа сеніп жасап жүргеніме техникаларды. Ал нақты кірісіп, ішкі состояниемен, нақты квантовый әлемді көріп, кәдімгідей көз алдыма келтіріп, сол кванттық әлеммен бірге болған сәтімнен бастап, тура 1 жыл болады. 1 жыл болады. Осы уақытта, 1 жыл бұрын, тура осы уақытта біз Көксай деген Алматының сол жері бар, облыс жағынан, Алтындордың арғы бері жағы. Сол жақта сенесіздер ме? Бірақ кішкентай бөлмеде тұратын болатынбыз. И 95 мың теңге квартира төлейтінбіз. Күйеуім зарплатасы, менде түк жоқ, ештеңке өшіп қалған, мен ештеңке жоқ. Бұрын Вайлберсте жасаған бар нәрсе, в общем, не бастаймын, жоқ, ештеңке болмайды. И солай отырам да Инстаграм, тикток, ана бір қызықшы бір бәлер түсіріп кетемін, тоқтамаймын әйтеуір жасап жүрем. Сол кезден бастап мен жазып, істеп, сеніп жүрген болатынмын. И солай сіз енді состояниесі 95 мың теңге деп түсініп тұрсыздар ғой енді, состояниесі онша дұрыс емес. Шындықты айтқан кезде бір үлкен бөлме, кухнясы соның ішінде. Жататын жерің де сол, тамақ ішетін жерің де сол. И солай ішімден мен андай болған ғой, мойындаймын, мен ата-енемнен қашып жүрген болған ба, или білмеймін. Короче, мен Алла тағала өзі бәрін үйретті ғой. И вот солай мен квантовый скачок жайында не ол, қандай барлық армандар орындауға болады. Кез келген арманды орындауға болады. Ол Алла тағаламен бірге болу, оны түсіну. Сіз өзі таныған сайын, өзіңізді түсінген сайын Алла тағала жақындай бересіз. Алланы таныған сайын өзіңіз танисыз ғой негізінде. Вот сөйтіп бастаған болатынмын. Сол Көксайдың өзінде бірінші скачогым уже мына жақта тұрған. Кешірім сұраймын. Мінекей. Дайындап қоймаған екенмін. Мінекей, бірінші скачогым осы Кемел адам болған. Кемел адам Сафи компаниясының несі маған келеді. И мен оларға барып, консультация өтемін Вайбер жайлы, и солай маған, мына көріп тұрғандарыңыздай, міне Умида ханым сізге бақ пен береке, ғұмырыңызға ғибрат толсын, ғұмырыңызға ғибрат толсын деп Жолдыбай ұлы
Қайрат Жолдыбайұлы өзі маған жазып осылай жазып берді. Яғни мен осыны көрем да, скачок деген инстаграмда көрем, кемел адамның инстаграмда көп сөздерін, ол қандай күшті деп ше. И солай сол адамның өзінің автографымен кітап алатын боламын, маған сыйлық ретінде соны береді. И вот ойлаймын, значит, скачок кішкентай нәрсеге де орындалып тұр. Ол скачокты сіз ешқандай ойламай, ол нәтижесінің қандай болатынын, сізді қолыңызда түк болмаса да, мен, например, қазір қолымда түк ақшам жоқ. Жоқ, енді жоқ демей ақ қояйын, енді бар. Ну, вообще наличка үй алуға ақшам жоқ. Шындықты келген кезде. Яғни наличка аламын деп ниет етіп отырмын да. И менде түк ақшам болмады. Бұрынғы видеоларымызды көрсеңіздер, сол скачок, сол квартирада отырып жасап, жақсы квартираға өттік. 2 бөлмелі, иә. Бір бөлмелі, то есть бір бөлмесі кухня, бір бөлмесі сол спальня, кішкентай холлы болды, ванна туалеті бөлек болды деген сияқты. Еще жер үй болды, солай көштік. Одан кейін Алла тағала жүрегіме салып, мен ауылға көшіп келдім, мен енемнің үйіне қайтадан. И абысынымен в общем келісе алмайтын, в общем мен оны көргім келмейтін да, білмеймін, ішкі жаман болады мойындап алған кезде. И солай Алла тағала өзі соның жүрегімді алшы, Алла тағала мен өзің үйретші деп өзің жасап солай оны алып қойды деген сияқты. Қазір бәрі жақсы, бәрі состояние, барлығы скачок қалай мен ойладым, сол бойынша болып жатыр. Бар болғаны 1 жылда. И сосын машина дедім, қатты машина. Скачок деген негізінде қатты қалаған нәрсеңіз. Қатты қалайсыз сол нәрсені жүрекпен. И сол нәрсеге скачок жасай бересіз, ол орындалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай машинамды алып отырмын наличкаға. Ешқандай кредит қарызсыз өмір сүруді көрсет Алла тағала. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сенің қолыңда бәрі, мен түк жоқ. Киімімді, түрімді, аузымда, тісімді бәрі сенікі деген сияқты. Солай Аллаға тапсырған сәтте солай келді. Үйлі бол, машиналы бол. Аумин деп қояйын, өз-өзіме аузыма келіп жатыр, өз атыма үй алу деген сияқты. Машиналы болдық. Одан кейін скачок, вот скачок жасайды екен. Онда неге басқа скачоктар жасамасқа? Яғни скачокты әртүрлі шашыратпау керек. Өзінің техникалары бар да, осы дейтіндей. И көремді скачок работает. И жан-жақты айтып көрем. Туысқандарыма айтып бастаймын, бауырларыма айтып бастаймын, олардың да скачоктары работает. И скачоктар не ойлады, сол нәрсе болады. Айфонды вообще ұнатпайтын. Айфон деген не, ол өтірік, телефонын звондасаң болды емес па деп жүрген әпкем. Айфонды қараңыз, сіз кез келген жақсы көрмесеңіз, шын жүректен жүрегіңізбен қаламасаңыз, ол нәрсе өміріңізге келмейді. Например, сізде брендовый Louis Vuitton оригинал бренд сумка неге жоқ? Например, менде жоқ. Менде репликасы тұр. Репликасы 1-1 копиясы тұр да. Оригинал алатын, қатты оригинал неге керек? 1000-2000 долларға неге алады деп. Шынымен сөйтіп ойлайтынмын да. И солай сіз қатты қаламаған нәрсе сіздің өміріңізге келмейді. Сіз, значит, оны сен қаламайсыз деген нәрсе. И солай қатты қалаймын, машина неше уақыттан бері айтып жүремін. И міне Алланың қалауымен қызыл Hyundai Tucson армандап жүргенмін. Иншаллах жете берейік. Бірақ Hyundai Accent алдым. 2014 по-моему, и солай и наличкаға. И 23 жылы аламын деп, декабрьдің 28-і алып отырмын, 24-ке өткен жоқ. И 24-ке өткен кезде мен армандаймын да, скачок работает, вау дедім. Одан кейін мен MacBook, міне сіздермен қазір видео түсіріп жатқан MacBook. И MacBookты көремін да, менің бұрынғы MacBook'ым бар, мына онша болмай қалғанда, уже неше жылдық қой, мен күйеуге шыққан кезде күйеуімдікі болған бұл. Мынау MacBook. Бұл ескі версиясы болған. И жаңа версия қазір, в общем, әр нәрсенің мүмкіншіліктері келе береді ғой. Солай, и осы видео қазір түсіріп жатқаны бұл MacBookпен түсіріп жатырмын. И солай айтамын да, MacBookты көре берем, видеоларын көре берем, скачок жасай берем. Скачок 28 күнде работает. 28 күнде орындалады негізінде. Шын сеніп істейтін болсаңыз, оған ешқандай нәтижесін қарамайтын болсаңыз, оның техникаларын дұрыс істейтін болсаңыз, поверьте мне, міне сіздерге өзімнің скачоктарым бөлісіп жатырмын. Вот MacBook'ты мына қойып қойсам да болады негізі видеосын. MacBook'ты алып отырмын. И сол MacBook'ты машинаны алдым да, и одан кейін скачок жасаймын ғой, ойлап. Значит, скачок работает. Алла тағала бәрін естиді екен, бәрін қабылдайды екен. Неге басқа нәрсе сұрамасқа? Алла тағала сұра деп жатыр. И солай айтамын да, мен шетелге шығам деп жазып қойғам дәптерлерімді бір жерге. Көрсетсем болады бір жерде. Сөйтем да, и Стамбулға көшіп кетеміз ғой, бір ай мен өзім 5-6 ай тұрамын, бір жерде 2 жыл тұрамын деген болады, бір ай тұрдық енді. Көшіп кетем. Мүмкін ол да менің мына ішкі состоянием болған мүмкін, ата-енем үйде келдім. Енді мойындап айтып жатырмын да. Мүмкін күйеуіммен жалғыз қалғым келді ма, білмеймін. Сөйтіп баламмен кетеміз ғой. Билет аламыз, солай о жаққа барамыз.
и сол жақта тұрамыз бірге, бәрі 24/7 біргеміз, короче. Оны үйде болмайды екен, оказывается. Вот содан кейін базар қыламыз, басқа қыламыз, иә, барынша тырысамыз. Ол жақта ақша табамыз, алхамдулилlah, товар ары берден жібереміз деген сияқты. Сөйтіп жүрдік. Сосын и осындай состояниені умраға Алла тағала шақырды ғой үйіне. И мен соны қатты жүрегіммен қайта Балқия Балтабайдың видеоларын көремін, прямой эфирлерін көремін, Кабаға барған неше рет умраға барғанда прямой эфирді көріп, қандай күшті, мен де соны қалаймын, соны шын жасаймын, шын жүректен жасай беремін, ете беретінмін. И оған Алла тағала шақырдыған. Альхамдулиллах. Сіздерге де жұғысты болсын деп отырамын, шын жүректен. Просто менің негатив көрмеңіздерші, негатив жетеді іздесеңіз, плюс іздеңіз, плюс бар. Менің де минустарым жетеді. Әр адамның минусы бар, әр адамның плюсы және минусы бар. Сол себепті минус қарамайық та, просто так плюсын қарайықшы. Міне сіздерге шын жүрекпен умраға барып келіп, Алланың үйіне баруды шын жүректен көріп келгеннен кейін мен бұйырсын деп шын жүрекпен тілеп отырмын да. Тура солай и сол жақта садақа беруді нәсіп етсін деп. Именно Рамазан айына Алла тағала шақырып отыр. Еще ол жақта біз оқырмандарымызбен бірге 100 теңге, 200 теңге жинап, ауызашар бердік. Вот мына қойып қоямын. Баламмен хурма таратып жатыр балам, иә. Вот соның барлығы, оказывается, менің скачок. Арманнан Алладан сұрағаным, иә. И ғылыми түрде скачок. Ғылыми түрде жасағанların бәрі. И содан кейін осындай тағы да жаңалық. Мен сіздерге мақтанып жатқан жоқпын. Пожалуйста, ондай бір негативін көрмеңіздерші. Болсын, мұны менде болды, менде нәтиже болды, осы нәрсестерге бөлісіп жатырмын. И мынандай көп адам сұрап жатыр да, осы скачокты үйретіңіз, көріңіз, маған да техникасын көрсетіңіз деп жатыр да. Соған енді сіздердің қалауларыңызбен егер жаса, біз көргіміз келеді, сол нәрсені дейтін болсаңыздар, әрине, оны бар білімімді мен осы күнге дейін қаншама психологтар, қаншама адамдардың неше Мақпал Қаратай, Гаухар Джохина, кім бар квант скачок, орыстардікі бар ма, анау кім Джо Диспензе бар ма, американский, бәрін оқып көріп, кім тағын кім Джек Ма, миллиардерлер бәрін қарап білім алып жүргендегі нәтижені айтып жатырмын, бөлісіп сіздерге. Вот сол үшін скачок сабағыны түсір десеңіздер, сіздерге арнайы түсіретін боламын бұйырса. Вот солай жасады. Одан кейінгі скачок, қараңыздар, ойлап отырдым да, кеше ғана келдік қой өзі. Біз 28-і келдік па, неше келдік өзі? 27-і келдік па. В общем, марттың сондай келдік. Ораза ауызашар әлі бітпеген, ораза бітпеген, и Алланың қалауымен осындай үлкен ауызашар беруге нәсіп етті ғой. Альхамдулиллах. Яғни мен 60 адамға осылай бір келін болып, әдемілеп ауызашарда бердік. Яғни жақсы, сондай ниет еттім, солай жасадым. Техника тағы да работает, тағы да орындалып кетеді. Вау, бар нәрсе орындалады екен. И сосын мен армандар картама қарап қоямын, жазылған дәптерім. Сол жақта 30 жасымда, 29, 30 жасыма дейін шетелге барам дегенім орындалыпты, альхамдулилlah. И сосын туған күнімді шетелде тойлаймын, немесе туған күніме дейін, или вообще туған күніме өзіме сыйлаймын деген сияқты жазып қойған екенмін. Альхамдулилlah, Алланың қалауымен құттықтап қойсаңыздар болады. Тура ертең 18-і біз Дубайға ұшып барадырмыз. Бұл жолы баламызбен емес, жолдасымызбен, жолдасымыз, достарымызбен, әпкем, жездем деген сөз. В общем, сондай барып жатырмыз демалуға. Соны айтайын дегеніміздерге бәр нәрсе болады. Мен де, егер де сіз бұл видеоны көріп тұрған болсаңыз, қиналып тұрған болсаңыз, ой, мына өтірік айтып жатыр десеңіз, извините мне, пожалуйста, просто миыңызды, мышлениеңізді, өмірге деген көзқарасыңызды, ішкі состояниеңізді, іштің реніштеріңізді бәрін шығарып тастаған кезде, бәр нәрсені дұрыс проработка жасаған кезде, осындай нәтижеге жетуге болады екен. Например, түк ауылдан шыққан умида, менің енді көріп жүрген видеода адамдарым болатын болса, ауылда, Өзбекстанның ауылында, сол жақта тұрып, түк ешқандай бір көршілеріміз шетелге барғанын естімегенбіз. Не то, что көршіміз, туысқандарымызды бар бұрында. И солай, и бәр адам маған айтып жатыр да, сен қалай оны жасап жатсың деген. Оны мен емес оны жасап жатқан. Ол саған да болады, ол сізге де болады. Осы бәрі көріп тұр. Кез келген адам Алланың бар екендігін шын жүректен, состояниесімен, шын жүректен соны түсінетін болса, бар нәрсені Алла тағала береді. Соны бір нәрсені умраға барғанда ұстаздың осы сөзі маған қатты ұнады. Алла тағала сізге, в общем, құлдарына бәрімізге тоқтаусыз, тынымсыз ризық беруші. Сіз ризығыңыз осы өмірде ризық сізге несібе бітсе, болды, сіз өлесіз деген сөз. Ризығыңыз бітпеді ма, кез келген жерде өлмейсіз, Алла тағала осы сақтайды.
Стамбулда тұрған кезде кім ойлаған, сол Стамбулдағы нан жеп жатырық, сол жақта тамақ істеп жатырмыз, сол картошка пиязды да ол бір диқан дейміз қандай, сол адам оны екті, жасады и пісірді. Ол мүмкін Стамбулда емес шығар, басқа жақтан қаладан келген шығар. Біз тұрған квартираның алдындағы магазинге келді, ол жақтан біз алып оны жеп жатырмыз. Қайдағы Қазақстандағы мен умида. И солай Алла тағала шешіп қойғанда, сол адамның жасаған картошкасына мен тамақ істедім. И сол біреулер тамақ ресторандарға мүмкін тамақ ішетін барамыз, сол жақтардағы тамақтарды Алла тағала рызықтандырып қойды ғой, осы келеді да осы жейді деген сияқты. Тура солай өмірдегі рызық несібелеріңіз көп болсын. Рызық несібелеріңіз өте көп. Бүкіл әлемде барлық адам бай болып кетсе де, барлық адам миллиардер болып кетсе де, Алла тағала ол түк емес. Түк вообще ойламаңыздар. Скачок қанша жасаймын, осы маған үй болды, машина болды, шетел болды, енді Алла тағала бермесе керек деп вообще ойламаңыздар. Не Алла тағала сұрасын, құлым сұрасын берем деп тұр. Болды, соны біліп алыңыздар. Болды. Біздің басымызда Алламыз бар. Сіздің де басыңызда Аллаңыз бар. Барлықтарыңыз басымызда Алламыз бар. О шешеді бәрін. Кез келген нәрсені тапсыра салыңыздаршы. Бизнес болмай жатыр ма, Аллаға тапсырыңыз. Болса бір хайыр, болмаса бір хайыр. Әрекетін жасай беріңіз, болды. Например, YouTube бастағыңыз келеді, бастаңыз, бір видео түсіріңіз, 2 видео түсіріңіз, 3 видео түсіріңіз, бастап кетіңіз. Сіздің өз оқырмандарыңыз болады, сіздің өзіңіздің направлениеңіз болады. Инстаграм жүргіңіз келеді, бастап кетіңіз. Просто бастап кетіңіз, әрекетін жасаңыз, Алла тағала сізге беретін өте көп. Соны айтқым келген негізінде. Сіздердің көп уақыттарыңыз алып қойдым, кешіріңіздер. eBay-дің мүмкіншіліктері өте көп. Мен сіздерге мынандай осындай бір нені қояйыншы. Өткен бірінші менің видеоларым осы eBay-ді енді бастағанда тоже осындай обращение жасауға болады. Менімен бастап кетесіздер ма деп басында. Тура солай қазіргі білімімді менімен бастап кетсеңіздер, бұл бомба, честно говоря. И сол сияқты eBay-дің мүмкіншіліктері, мынаны қараңыздаршы, $2,175,000. Дұрыс естіңіздер, қараңыздар, $2,175,000. Ол 989 миллион бірдеңке ақша болады. И сол затты 216-86 адам аламын деп тұр, мировой рынокта. Сіз eBay-да мировой рынокқа сатасыз. Ол $100-200 мың зат емес. Ойлаңыздаршы, $2,175,000, Оказывается, оны алатын адамдар бар. Прикиньте, біз қаншалықты біз өзіміз шектеп тастағанбыз да. Сол себепті одан бөлек $600,000. Мен бірінші eBay-де енді бастаған кезде $268,000 деп бар, миым жарылған. Ё-майо, осынша $268,000 сумка алатын адамдар бар ма деп ше. $2 миллион сағат алатын адамдар бар екен, оказывается. Сол себепті әлемде ақшасы көптер өте көп. И оның барлығы сізде бола аласыз, мен де бола аламын. Неге болмаймыз? Алла тағаламыз бәрімізге бірдей, бәрімізді Алла тағала жаратты. Енді умраға барғанда мына ошаға қойып қояйыншы видеосын. Адам деген датауы көп, 24-7, 24 сағат ана жерде адам. Альхамдулилlah, сонша адам Алла тағала шақырып жатыр да. И Алла тағала шақырғанның бір ұстаздың айтуы бойынша, сенің бір амалың ұнаса, Алла сені шақырады дейді. Сол сияқты альхамдулилlah, шақырғанына қатты қуанып, тағы да шынымен бармаған адамға бір арман, барған адамға 1000 арман деп, тағы да жүрегіңіз барғысы келіп тұра береді екен. Қағбаға жету оңай нәрсе емес, тем более ораза кезінде адам өте көп. Альхамдулилlah, сол Қағбаға тасқа жетуге нәсіп етті. Ойлаңыздаршы, жүрегім датауы жібіп кеткенде, жібіп кетті десем айта алмаймын. И мынау өтірік деп көруіңіз мүмкін, бірақ сенесіздер ме? Күйеуімізбен бардық да, баламды көтеріп тұрды, и мен тауап жасап жатырмыз да, и кейін бір уақытта баламызбен қиналып кеттік та, ана Қағбаға жете алмай кеттік. И сосын кезек барайық, мен бір күн баланы ұстап тұрайын, сен барып кел. И мен кешке түстен кейін мен барам деген сияқты. Ораза кезі ғой енді. Сөйттік те, мен таңертең таң намаздан кейін қасымыздағы тәтелермен бардым. И сол жерде тәтелермен барған кезде жоқ, ана еркектер өте көп та, таңертең ана өйтамаймыз, ана жаққа жете алмаймыз. Жоқ, жетеміз. Алла тағала ана Қағбада бір рет айланасы, екінші айналасын, Алла тағала саған жету нәсіп етсін, осыға жетудің қолын жету нәсіп етсін деп шын жүректен тілеп едім, саған қарап тұрып намаз оқу нәсіп етсін деп. И Алла тағала дұғаларды қабыл еткен соншалық сенесіздер ме? Сол сәтте датауы қарбалас адамдар, еркектер жете алмай жатыр ана жерде, ұрсып, кәдімгідей ешкімге қарамай. Негізі умра кіші ақырет дейді ғой, яғни кәдімгідей ешкіммен жұмысы жоқ. Бір тоқтап қалсаңыз басып кетеді адамдар сізді ана жерде. Ешкім сізді қарамайды ана жерде ше.
потому что ол әр адам өзінің құлшылығымен, өзінің күнәсімен, өзінің арпалысып сізге ешкім қарамайды. Вот солай кезде егер сәл не то қимылдап қалсаңыз, құлап кетсеңіз, үстіңіз басып кетеді адамдар. Вот сондай болды да. И солай мен анаған жете алмай жатырмын, қолым кішкене қалды, жете алмай жатырмын. Ана тәтелер жете алмайсың дейді, жетем, келіңіздер деп аны тартып жатырмын. Сөйткен кезде біреу келеді да, ер азамат па, әйел кісі ма, бетті қашыңдар деп, сенесіз ба, анаған қолым жетеді да, ой рахмет дейін десем, ана адам жоқ қой. Ол болған жағдай айта алмайды, сондай болды да. Поэтому сеніңіздерші, бәр нәрсе барлығы Алланың қалауында, барлығы Алланың контролында. Ешқандай камера, ана жерде камера жоқ қой, мен істей салайын, мынау мені көрмей жатыр ғой демеңіздер. Камера ең жоғарымызда камерамыз тұр, о бәрі жазылып жатыр. Ешқандай ешкімнің ақысына кірмеңіздер. Например, мен қазір бұл видеоны шын жүрекпен түсіріп жатырмын. Сіз жазуы мүмкін, жаман комментарий жазуыңыз мүмкін, ол менің ақылыма кіруіңіз мүмкін. Немесе ертең мен мүмкін сіздің ақылыңызға кіріп кетуі мүмкін, сізге ақыл үйретіп жатыр деген сияқты. Мен ешкімге ақыл үйретіп жатқан жоқпын. Просто я хочу, мен өз аудиторияма шынайы бір нәрсе бергім келеді. Себебі Алла тағаланың алдында ертең мен алхамдулилля тілім берді, сөйлеу берді, эмоция берді, энергия берді. Ертең осы үшін де мен жауап беремін. Себебі қаншама адамдар тілі жоқ, сөйлей алмайды. И одан оны сұрамайды. Саған тіл бердім, маған тіл берді, энергия берді, білім берді, соны сен неге жараттың? Мен біліп алып отыра бердім деген емес, оны бөлісе алдың ба, жасай алдың ба деген сияқты. Оған да мен сұраламын. Білім алып жатырмын, оны мен бір жағынан курс қылып ақша да тауып жатырмын, алхамдулиллах. Бір жақтан адамда ары қарай білімін алып, табысын тауып жатыр. И мен де алып жатырмын деген сияқты. Кез келген нәрсеге сұраламыз. Оған уайымдамаңыздар. Біреу сіздің қарызыңыз бермей кетті ме, наоборот қуаныңыз. Ақыретте сіз оны Алла тағала алып береді. В общем, сондай. Маған қаншама енді плюсім бар, минусым бар, бәрі Алланың қалауымен. Шынымен де қабыл болған умралықтарым болсын деп ниет етіп жатырмын. Одан кейін енді мынау мен көп сөйлеп жіберемін да, осындай ше, кешірім сұрап, 40 минут болып кетті. Адамдар айна, в общем, жан жақты сөйлегім келе береді. Егер де қаласаңыздар, келесі видеоға қосатын боламын. Бастау о жайлы енді келесі видеоны қоспасам, толып кеттім келесі видеода.